Сәлем қыздар, бүгін біздер орыс халқының тағамы окрошка көксорпа дайындаймыз. Жаз мезгілі үшін ең пайдалы тағамның бірі. Салқын сорпа болғандықтан ыстық күні шөл басады және қайнатуды қажет етпейді. Квас немесе айран негізінде дайындалады. Бүгін мен кваспен дайындауды ұсынамын. Ол үшін бізге 2 картоп, 3 жұмыртқа, ас көп, укроп, петрушка, квас, 300 грамм шұжық, қаймақ, тұз, қыша, 2 қияр және 5-6 редиска қажет. Алдымен картоп, жұмыртқаны пісіріп, дайындап қоямыз. Қабығын аршып, тазартып аламыз. Картоп, жұмыртқа, шұжық, қияр, шамғаны 4 бұрышты етіп майдалап, турап аламыз. Барлығын майдалап турап болғаннан кейін тұз себеміз. Ыдыстағы барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Тарелкаға қоспамызды салып, үстіне квас құямыз. Окрошкаға қалауыңызша қаймақ, қыша қоссаңыз болады. Окрошкамыз дайын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.